Армысыздар. Бақытты отбасы орталықтарында қазір депутаттық және жүріп жатыр ғой, үгіт-насихат. Соған шақырғанда, одан кейін депутаттық концерттер беріп жатыр тегін. Түк мына үшіншісімен болғаннан кейін қызым сабағы, сонымен бара алмадым. Енді мектепке бүгін Аманат партиясынан өзі кепті. Мен енді қазір оппозиция маған өкпелемей ақ қойсын. Өзімше дейтін сауатты шетелде жүрген аға көкелер, жаңағыдай болмаса елде сол жаңағыдай жүрген азаматтар маған, олар бірен саран ғана азаматтар, единица дейді ғой, маған өкпелемей қойсын. Мен қазіргі саясатты, қазір билікті қолдап тұрған жоқпын, бірақ маған 155.670 миллион рет дәлел болды. Біздің халық өзі кінәлі. Мысалға жаңа мен бардым, ата-ана ретінде мен ғана жалғыз, сенесіз бе, 2,5 мың оқитын мектеп, негізі 1400 ғана, 1500 ғана орынға шақталған мектепте 2,5 мың бала оқиды. Соның ішінде мен ғана қазақ сыныбынан, онда да даярлық топтан мен ғана жалғыз ата-ана, 95-96% мұғалім отыр. И жаңағыдай жақын жерден 1-2 ата-ана кепті, орыс, көбіне орыс бөлімінен 5 шақты, менмен 6 болды сонда, бүйтіп санап шықтым ғой жаңа. Сонымен 6 шақты ата-ана сұрақ қойып жатырмыз, кей мұғалімдер де соған іштерінде бар екен, олар да осы елдің азаматтары ғой, олар да іштеріндегін айтып, и сол кезде мен байқадым, бізде халық сауатсыз емес, қараңғы емес, әдейі өздері сондай жамылып алған, болмаса сондай роль өздеріне алып алған. Мына жақта отырып алып билікті кеп жамандайды, анау-мынау деп айтады, бірақ өздері бармайды, ештеме талап етпейді. Одан кейін тіл мәселесі, ана жерде жаңа 5 орыс қатын отырды, мен ғана жалғыз қазақ. И ана жерде масса, бәрі орыс отделениесі ма, бәрі орыстар отыр. Қалада 99% орыс тұратындай. Неге қазақтар сондай жерге бармайсыңдар? Анау әкім жүзша сөйледі. Өйткені мен ғана бір қазақ. Мәселе ол түсінікті емес. Мен қазір қалаға көшіп келемін дейтін қазақтарға көшіп келіңіздер қалаға. Қалаға қазақтар көп болу керек. Ауылда тұра берудің қажет жоқ. Ауыл деп айта берудің де қажет жоқ. Қалаға көшіп келіңіздер. Қалада қазақтандыру керек қаланы. Сол кезде тіл дамиды. Ауылда отырып бірдемені көкісте бермей.